Ертеде шал мен кемпір болыпты. Балалары жоқ, екеуі ғана өмір сүрген екен. Бір күні шал: кемпір, бәліш пісір, ал мен біраз балық аулап келейін деп киіне бастайды. Сыртқа шығып, шананы атқа зерттеп, балық аулауға кетеді. Түс қайта аулаған балықтарын шанаға тиеп, үйіне қайтады. Жолда өтірік өліп жатқан қу түлкіні көреді. Қуанып кеткен шал: міне олжа, кемпіріме апарып берейін, тонына жаға болар деп ойлайды. Жерге түсіп, түлкіні балық толы шанаға көтеріп, жатқызып, өзі атын жетектеп, үйіне қарай аяңдайды. Ал бұл кезде түлкі уақытын босқа жоғалтпай, балықтарды біртіндеп, жол-жөнекей шанадан тастап отырады. Қулықпен тапқан олжасын түгел ақтырып болған соң, өзі де түсіп қалады. Үйіне жеткен шал: кемпір-ау, бері келші, саған әкелген сыйлығым бар дейді. Қане, ол қандай сыйлық деп сұрайды кемпір. Әне, үйілген балықтардың үстінде тоныңа әдемі жаға жатыр. Бос шананы көрген кемпір ашуланып: қу шал, мені алдамақшы болдың ба деп, шалдың жер-жебіріне жетіп айғай салады. Балықтың да түлкінің де жоқ екенін көрген шал алданғанын бірден біледі. Өкініштен санын ұрғылап қалады. Бұл кезде қу түлкі балықтарды бір жерге жинап, рахаттанып жеп отырған еді. Ал бұны көрген аш қасқыр қасына келеді. Амансың ба, түлкіжан? Аман-аман, қасқыр аға. Балығымнан маған да берсеңші дейді. Жоқ, бере алмаймын, өзің аулады, жей бер. Мен аулауды білмеймін ғой дейді қасқыр. Оның еш қиындығы жоқ. Өзеннің ортасына барып, мұзды ойып ал, сол жерге құйрығыңды сал да, қармаққа ілінші, үлкені мен кішісі десем болды. Балықтар өздігінен құйрығыңа жармасады. Міне осылай құйрығыңды балықтармен бірге суырып аласың. Тек ол үшін ұзақ отыру керек дейді түлкі қуланып. Аңқау қасқыр түлкінің айтқанын ек етпей орындайды. Өзенге барып, мұзды ойады, құйрығын суға салып, қармаққа ілінші, үлкені кішісі, қармаққа ілінші, үлкені кішісі деп қайта-қайта қайталап отыра береді. Осылайша қасқыр түні бойы тапжылмай балық аулап отыра береді. Судағы құйрығы қатып, ауырлаған сайын балықтар екен деп ойлайды. Не де болса шыдап, құйрығын мол балықпен шығармақшы болады. Таң бозар бата бастаған кезде қасқыр олжасын суырып алып, үйіне қайтпақшы еді. Бұл кезде өзенге су алуға қыз-келіншектер келе бастайды. Олар оны көріп: қасқыр, ұры қасқыр, ұстаңдар оны, ұстаңдар деп айқайға басады. Қолдарынан түскен заттарын қасқырды соққылай бастайды. Тоқпақтың астында қалған қасқыр ары жұлқынып, бері жұлқынып, ақырында құйрығы жылынып мұзда қалады. Өзі алды-артына қарамай безеді. Қашып келе жатып: қап бәлем, түлкі қолыма түссе, оңдырмаймын деп ойлайды. Ал қу түлкі уақытын босқа өткізген жоқ. Айқай-шуды пайдаланып, ауылдағы бір үйге ұрлыққа түседі. Қорасына кіріп тапқан тамақты жеп, тұмсығын ұнға малып шығады. Содан соң қулығын асырмақ болып, тағы да өтірік өлгенсіп, жолға жата кетеді. Оны тілі салақтап шаршап келе жатқан қасқыр көреді де: ал түлкім, иманыңды үйре бер деп ашуға шақырып, мені соққыға жықтырдың дейді. Түлкі болса: сабыр, сабыр қасқыр аға, сенен қан ақса менен миымды шашты, қарасаңшы деп ұн жағылған тұмсығын көрсетіп мүләйімсейді. Саған менен де қиын болған екен ғой, дейді қасқыр тағы да алданып. Қап, кел, арқама мін деп түлкіні арқасына салып алады. Айласын тағы да асырған қу түлкі қасқырдың үстінде отырып, соғылған соғылмағанды арқалап келеді деп өлең айтады. Не деп келесің, түлкіжан, дейді қасқыр. Мен аға, соғылған соғылмағанды арқалап келемін деймін де дейді. Солай де, түлкіжан, солай де деп түлкіні арқалаған аңқау қасқыр кете барады.